Отбасы бақыт мекені тақырыбында өтіп жатқан апталығымыздың аясында біз Ұзынағаш мектеп-лицейінің жас тілшілер клубы мүшелері мектебіміздің үлгілі отбасыларының бірі Әділхановтар әулетіне қонаққа келіп қалдық. Олай болса кеттік. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Халық даналығында тамырсыз тіпті жусанда өспейді деген сөз бар. Әңгімеміздің басын отбасымыздың шежіресі туралы бастаған деп тұр. Сол туралы айтсаңыз. Әкемнің туылып өскен жері Ақтөбе облысы Байғалин ауданы, Табын ауданы болған. Сол Байғалин ауданынан көшіп жаққа ауып, осында көшіп келдік. Осыдан көшіп өніп өсіп жатырмыз. Құдайға шүкір, Қазақстанға келіп, аманшылығын беріп, мына балдардың өскен әлетіне шомна балдарды көріп жатырмыз. Әрине, шежіре дегеніміз тарих, ал тарих салт дәстүрсіз бастамасы анық. Отбасыларыңызда өздеріңіз ұстанатын дәстүрлеріңіз, я болмаса әдет-ғұрыптарыңыз бар ма? Айтып өтсеңіз. Мен үйде жұмысқа шығатын болсам, осы әкемнің батасын алып, жұмысқа шығамын, кетеміз. Ал біз үйде салт дәстүр болғанда атамыз дастарханға отырмағанша, бала-шаға дастарханға отырмайды. Тамағымызды ішіп болғансын, атамыздан батасын алып, сосын тұрады бала-шаға. Салт дәстүр әдет-ғұрыптарымыздың барлығы біздің ұлттық құндылығымызға жатады. Ал отбасылық құндылықты сіз қалай түсінесіз? Мен отбасылық құндылық дегенде осы мына немерелерімнің ауызбіршілігі, тәртіптілігі, мектепте жақсы оқуы, тіл алғыштылығы, осы жақсы қасиеттердің бәрін отбасылық құндылық деп есептеймін. Отбасы дүниедегі жаныңа ең жақын жандар. Отбасы мүшелері әркез бір-біріне мейірімді, кешірімшіл болуы керек деп те жатады. Келер ұрпақтың бойына мейірімділікті қалай сіңірсек болады? Қандай тәрбие арқылы баланың бойына жақсы қасиеттерді жинақтай аламыз? Біз баламызға өзіміздің мейірімізді берсек, махаббатымызды берсек, олар да келешекте бізге мейірімізді беріп, бақытты болады. Ал апа, енді қазіргі жастарға, өскелең ұрпаққа қандай ақыл өсиетіңізді айтасыз? Мен өскелең ұрпаққа айтатын ақыл өсиетім осы өскелең ұрпақ, мына жас өсіп жатқан қыздар, балдар, мына мектепте оқып жатқан, бәріңе ақылды, білімді болуды, жас үлкеннің алдынан кесе өтпеуді, сондай ақылдарымды айтар едім. Отбасы бақыт мекеніне айналу үшін біз неге мән бергеніміз жөн деп ойлайсыз? Отбасы бақыт мекеніне айлану үшін мына балдардың тәртіп тәрбиесіне қарауға мән беруіміз керек. Мына өскелең ұрпақтар жақсы оқып, жақсы тәрбие алып, сол ақылды, тәрбиелі болу керек. Ал жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, жарайды.